Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге Жанға Дауа каналы. Бүгін үй жағдайында ең қарапайым тәсілмен жөтелді біржолата емдеуге болатын әдісті ұсынамыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеле кетіңіз. Қарапайым бал мен тұрып шырыны жөтелге ем. Тұрып А және Д дәрумендеріне, эфир майына, калий, магний, темір сынды элементтерге бай. Оның құрамында жөтелгенде қақырық шығаратын пайдалы күкірт заты бар. Сонымен қатар, тұрып аллергияға шалдығудың қауіптілігін төмендетеді. Көкөністің құрамындағы фитонцид вирус пен бактериялармен жақсы күреседі. Қабыну бактерияға қарсы күресуде, иммунитетті көтеруде тұрып керемет дәрі болмақ. Ал балдың емдік қасиеті белгілі. Осы екі қоспадан созылмалы жөтелге қарсы мынадай дәрмек жасауға болады. Алдымен үлкен көлемдегі қара тұрыптың жоғарғы бөлігін кесіп, ішіндегі мәйегін 3 см көлемде қасықпен алып тастайсыз. Ішкі мәйегін көп алудың қажеті жоқ, өйткені шырыны аз болып қалуы мүмкін. Осы шырын жөтелді қойдыратын табиғи дәрмек болып саналады. Тұрып пен бал шырынын жөтел кезінде қабылдаудың ережесі бар. Шырынды бір ас қасық күніне 4-6 рет қабылдайсыз. Балаларға 1 шай қасықтан беруге болады. Емдік дәріні ересектер 3 апта, балалар 1 апта қабылдау керек. Емдік шырынды тез арада дайындау қажеттігі болса, мына қарапайым әдісті жүзеге асырып көріңіз. Тұрыпты ұсақтап турап, үстіне 3-4 ас қасық балды қосып, шыққан сөлді дайындаған уақытта ішу қажет. Бұл қарапайым әдісті үй жағдайында өзімде жасап көрдім. Пайдасы өте зор. Қазір қыстың мезгілінде жөтелдің алдын алу үшін міндетті түрде жасап көріңіз. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеле кетіңіз. Лайк басып, пікір қалдырыңыз.